Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін өте дәмді болып шығатын жұмсақ, барлық отбасымызға міндетті түрде ұнайды деп сенемін. Хачапури дайындаймыз. Ең алдымен ұнымызды електен өткізіп аламыз. 500 грамм ұн қажет. Одан кейін оның үстіне 7 грамм дрожжи, 1 шай қасық қант, 1 шай қасық тұз және де 50 грамм сұйық май мен 400 мл жылы айранымызды қосып, барлығын жақсылап араластырып, қамыр илейміз. Қамырымызды илеп, 1 сағатқа бетін жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Міне біздің қамырымыз 1 сағаттай тұрып осылай көтерілді. Енді оны басып екі бөлікке бөлеміз. Оқтаудың көмегімен жұқалап жайып шығамыз. Противеньге пергамент қағазын салып, оның үстіне май жағамыз, одан кейін тестамызды саламыз. Менде 2 хачапуриға 700 грамм сыр және 120 грамм сары май кетті. Сырды осылай видеодағыдай салып, үстіне сары майымызды саламыз, одан кейін тестамызды осылай жабыстырып шығамыз. Бетін жауып, одан кейін аст үстіне ауыстырып, үстін басып шығамыз. Мен тестам астыңғы жағында кішкене қалыңдау болып кетті. Осылай барлығын басып, жұқалап етіп жайып шығу керек. Үстіне қалған сырымызды саламыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста шамамен 25 минутта пісіп шығады. Міне біздің хачапуриларымыз осылай әдемі болып пісіп шықты. Піскеннен кейін үстіне сары май жағып шығамыз. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, өте дәмді болып шығады, барлығына ұнайды. Менің видеоларым ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Сол кезде келесі видеоларды жіберіп алмайсыздар, бірінші болып көресіздер. Барлықтарыңызға рахмет, менімен болғандарыңызға ас болсын.